Сәлем баршаңызға, Рамазан айы құтты болсын. Бүгін біз ауызашарға өте керемет желінетін, яғни талқаннан жасалатын жент жасаймыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болатын ләззат. Ең бірінші біз талқанымызды, майымызды, сұйық дәмді сүтімізді, яғни изгишонкамызды, шекерімізді дайындап, арнайы ыдысқа талқанымызды салып, оның үстіне майымызды салып, мен бірінші алдымен аз майдан салып, барлығын араластырып аламын. Өзінің дәміне қарай шекерімізді, сұйық дәмді сүтімізді саламыз. Бірінші майымызды салғанда аздау салам, кейін барлығын бірге көптеу қылып салып араластырып, яғни қолдың көмегімен осылай жент жасап отырамыз. Женттің өзінің арнайы ыдыстары болады. Әр формада жасауға болады. Менде ондай ыдысы болмағандықтан мен осылай қолмен жасап отырмын. Бұл қолмен жасаған өте тез жасалынады. Әртүрлі формада өздеріңізге қайсы жақсы көрінеді, өздеріңізге лайықты қылып, әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мен осы қолдың формасымен жасап отырмын. Өте қатты басып отырамыз жентті, өйткені ол жұмсақ болса сынып кетуі мүмкін. Қатты бассаңыздар өзі дастарханда әдемі жылтырап көрініп отырады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашарға туған туыстарыңызды шақырып, дәмді қылып жегізсеңіздер де болады. Өте керемет, тойымды десек те болады. Жентті жасап отырғанда талқанымыздың үстіне дәміне қарай майымызды да қосып, арнайы шекерімізді де қосып отырамыз, себебі дәмді болу керек. Біздің жентіміз дайын болды. Осыны 20 минутқа холодильникке салып аламыз. Салсаңыздар да болады. Негізі салып алған өте керемет, сынбайды, әдемі болып көрініп тұрады. Біздің жентіміз дайын болды. Арнайы ыдысқа бөлек жентті де салдым. Тарымен де дайындап салдым. Осылай сасаңыздар болады. Дастарханға гүл тәріздес әдемі болып кетеді. Дәмі енді өте керемет. Сау болыңыздар.